Хабарымыз жалғастырамыз. Елімізде қазыналы қарттарымыздың дұрыс тынығып, уақытын жақсы пайдалануға арналған ерекше жоба жүзеге асырылып жатыр. Ол ата-әжелерімізге арналған бақшалар. Үлкендер мұнда күні бойы уақытын мән-дәрі мағыналы өткізіп, кешке үйлеріне қайтуға болады. Айрықша жоба жайында Гүлмайра Қуатбайқызының арнайы репортажы. Қазақстанда қарт адамдарға арналған бақшалардың саны артуда. Күні бойы үйде жалғыз отырып зерігетін қариялар онда уақыттарын қызықты өткізеді. Мекеменің арнайы автобусымен түрлі экскурсияларға, кино мен мұражайларға қыдырып қайту мүмкіндіктері де қарастырылған. Кешкісін балалары ата-аналарын үйлеріне алып қайтады. Қарияларға арналған алғашқы орталық биыл ақпан айында Алматыда ашылған еді. Мне здесь очень нравится. Маған бұл жерде өте ұнайды. Өзіңді үйде жүргендей сезінесің, замандастарыңмен араласасың, денсаулығымызды тексеріп отыратын медбике де бар. Бұндай орталықты ашу бізге қайдан келді ой? Ол біздің қартайған анамызға күтім керек болды. Жалғыз өзін мысалы үйде қалдыру қауіпті болды. Жаққан газды өшіруді ұмытып кетеді, немесе ашқан суды жабуды ұмытып кетеді. Осылайша Асановтар отбасы Еуропа елдерінің тәжірибесіне сүйеніп балабақшаның қарияларға арналған баламасын ашты. Ақылы әрине, айлық төлем 70 мың теңге. Көп ұзамай мұндай орталықтар Астана, Ақтау мен Қарағандыда бой көтерді. Ал күтімді қажет етпейтін қариялар ардагерлер ұйымда бас қосып қоғамның дамуына атсалысқанды жөн санайды. Мына ойын сауықпен өтіп жатқанымыз жоқ. Біз ана мектептерге барып саяси көпшілік жұмысын, ұйымдастыру жұмысын, әсіресе мынау 25 жылдықпен байланысты тәуелсіздігіміздің біз сондай жұмыстарды атқарып жатырмыз. Ардагерлер ұйымдағы қариялардың алды 90-ды алқымдаған. Соған қарамастан домбыра шертіп, ән айтып, түрлі спорттық жарыстарға қатысады. 170-ке жуық ардагерлерімізді қамтып, осыларды әртүрлі ойындарға, дем алуға шақырып отырамыз. Ардагерлерімізге әртүрлі жағдайлар жасадық. Шахмат дойбы ойнап, замандастармен әңгіме өрбіту қарттар үйінде де қиындық туғызбайды. Алайда мұндағы ата-әжелеріміздің басты арманы немересінің маңдайынан сүйіп, шөбересін құшағына алу. Қарттар үйінде қарияларымызға барлық жағдай жасалғанмен олар қапастағы құспен тең. Немерелерін сағындасын, балаларды сағындасын. Ұлым әкетемін дейді, бірақ мен оған қарсы болдым. Өйткені келініме отырсам опақ, тұрсам сопақ болып, сырттай болса да тілеулерін тілеп, телефонмен қарғысып тұрғанда жөн бе екен деп ойлаймын. Ыстығымен суығына төзіп, өсіріп жеткізген ұл-қыздары әке-шешесін қит етсе қарттар үйіне өткізуді әдетке айналдырды. Атаңа не істесең, алдыңа сол келеді деген халқымыздың өсиетін кейінгі жастар ескермейтін тәрізді. 12 мыңнан астам зейнеткердің қарттар үйінде өмір сүруі соның айғағы. Әрқайсының тағдыры әрқилы әрине, дегенмен көбісінің дені сау, табысты ұл-қыздары бар. Қарияларға арналған бақшалардың ұлғаюымен еліміздегі қарттар үйінің саны біртіндеп кемиді деген үмітіміз басым. Гүлмайра Қуатбайқызы, Асқар Серғалиев, Бекболат Базаров, қорытынды жаңалықтар.